Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздермен естен кетпейтіндей балалық шақтың өте дәмді коржиктарын бірге дайындайық. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Алдымен жылы айранымызды ыдысқа құйып аламыз. Содан соң үстіне ас содасын салып, венчикпен біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Яғни осындай көпіршіктер болғанға дейін, реакция жүргенге дейін араластырамыз. Енді үстіне қант қосамыз және сұйық майды құйып, тағы да венчикпен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр еритін боламыз. Ұнды бірнеше бөлшекке бөліп саламыз. Алдымен бір бөлігін салып алдық. Енді үстіне бір шай қасық разрыхительді қосып, араластырып аламыз. Содан кейін қамырымыз қоюланғанша осылай венчикпен араластырамыз. Қою болғаннан кейін барып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей мен ұнның соңғы бөлігін салып жатырмын. Енді қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамыр қолымызға жабыспайтындай жұмсақ болып шығуы қажет. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Мінекей осымен қамырымыз дайын, өте жұмсақ осындай болып шығады. Алдымен дастарханымыздың үстіне қамырымыз жабыспайтындай етіп ұнымызды сеуіп аламыз. Содан кейін барып қамырымызды қойып, алдымен осылай қолымызбен жұқартып жайып аламыз. Содан кейін барып үстіне ұнымызды сеуіп, оқтаумен қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер, қалыңдығы 1-1,5 сантиметрдей болуы қажет. Орташа қалыңдықта жаямыз. Егер де жұқа қылып жайып қойсаңыздар, онда біздің коржиктарымыз дұрыс шықпауы мүмкін. Қамырымызды жайып болдық. Дәл осылай видеодағыдай қалыңдықта жайыңыздар. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді келесі кезекте осы бокалдың көмегімен қамырларымызды домалақтап кесіп шығатын боламыз. Егер де сіздерде арнайы форма болатын болса, сол формамен кессеңіздер болады. Менде форма болмағандықтан осындай бокалды пайдаландым. Барлық қамырларды осылай бөліп шығатын боламыз. Мінекей барлығын осылай бөліп шықтық. Енді жан жағындағы артық қамырлардың барлығын алып, оларды қайтадан илеп, қайтадан жайып, дәл осылай формамен кесіп алатын боламыз. Енді дайын болған коржиктарымызды пергамент қағаздың үстіне барлығын қойып шығамыз және үстіне кәдімгі айранды дәл осылай жұмыртқаның орнына жағып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала 180-200 градуста қыздырып қоямыз. Сол қызып тұрған пешімізге коржиктарымызды салып 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей менің коржиктарым осылай пісіп шықты. Өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Балалық шақтың естен кетпестей дәмі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ әрі көтеріліп осылай керемет болып шығады. Ал ас болсын.